Maşallah, maşallah. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendашlar, жалпы Qırğızстандықтар. Барыңыздардың жумаңыздар марайт болсын. Жумаға шашып келе жатабыз. Кәдімгі Саудиядағыдай мешіт екен. Достар, жумаға жетішіп шарбала. Опа. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أتيناك طائعين فلا تردنا خائبين. Allah Teala барлық мақтау мана көзге болсын. Ардақты пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын. Оқылған қасиетті Құран аяттарынан болған сауапты әуелі ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға, оның отбасына, ізгілердің рухтарына және осы мешітімізде әмин деп қол жайып отырған қауымның алдынан өткен марқұм болған ата-бабаларының, ата-ана, жақын туысқандардың рухтарына бағыштаймыз. Амин. Алладан рахмат болсын, пайғамбарымыздан шапағат болсын. Алла Тағала марқұмдардың өмірінде біліп білмей істеген күнәларын кешіре көр. Қабірлерін нұрландырып жәннаттың бақшаларынан ете көр. Раббым Алла, пайғамбар Мұхаммад дінім ислам деп жауап берген құлдарының қатарынан қыла көр. Біздердің оқыған намаздарымызда, қылған құлшылықтарымызда, тағат ғибадаттарымызда қабыл ете көр. Амалдарымызды риядан, жүрегімізді екіжүзділіктен, көре алмаушылықтан, көзімізді қиянаттан, сөзімізді өтірік өсек ғайбаттан сақтай көр. Біздердің жүзімізді қандай көркем етіп жаратқан болсаң, мінез құлықтарымыздың көркем болуын нәсіп ете көр. Арамызда ауырып жатқандарға шипа бере көр. Ауырып шипа сұрап отырған Мүтәлі қызы Фейруза, Уали қызы Зубайда, Жәнібек қызы Арайгүл, Жанатай қызы Ләйла, Мұғауия қызы Рысты, Әбдіхалық ұлы Серік, Ғалымжанұлы Даниял, Ергешұлы Ерболат, Абаш қызы Бағдагүл, Келдібайұлы Ибрахим, Асхат қызы Асылай, Абдулла қызы Жұмабеке, Батыржанұлы Мұхаммед, Ербол қызы Ерке, Бауыржанұлы Әли, Жандос қызы Әмина, Нұрсұлтанұлы Иман Әлиге Алла Тағала шәфи есіммен шипаны бере көр. Ауырып жатқан емдері шипалы болуын нәсіп ете көр. Басқа да ауырып жатқан бауырларымызға шипа беріп, аман есен айығып, шаңырақтарында болуын нәсіп ете көр. Қиналып жатқан мұсылмандарға, әлемде қиналып жатқан мұсылман бауырларымызға өзің жәрдемші бола көр, қорғаның ала көр. Ел үшін берекелі ете көр, ішін даудан, сыртын жаудан сақтай көр. Өзіңді еске алуға, өзіңе шүкір етуге, көркем түрде құлшылық жасауымызға жәрдем бере көр. Жұмадан жұмаға аман есен жетуімізді нәсіп ете көр. Саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Қабыл болсын. Maşallah, mınake. Астанадағы Борбордық мешітінде бүгінгі жұма намазы насip қылған екен. Бұл жерде жамаат менен жұма оқып шықты иншалла. Аллах Тағала өз дәрежесінде қабыл қылған болсын. Жұмаңыздар мұбарак болсын. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı mekendашlar, жалпы Qırğızстандықтар, арбаңыздар, амансыздар, тыныстарбы. Аллах Тағалаға чексіз мақтаулар жана шүгүрлөр болсын. Бүгүнкү жума күнү, жума намазын Аллах Тағала ушул Қазақстанның борбору болгон Астана шаарындагы Борбордук мечитте окуштукту Аллах насип кылган экен. Жамаат менен бүгүн бейтабызды больницадан чыгарып үйгө жайгаштырып, жумага да жетишип, жамаат менен жума окуп иншалла. Аллах Тааланын өз дарегинде кабыл кылган болсун. Жалпы момундарды, жана кыргызстандык мекендештерибизди
Bizden fondumuzun cemaatın, el жаштарын, жалпыбыздын bilip bilbey pendeçilik kılıp getirgen günölörüzdü Allah talam kemçiliksiz geçirgen olsun. Jana жакшылыкка жанаштырып, жамандыктан адаштырып, дайыма бири-бирибизге кол сунган, жоомарт, берешен эл жакшыларынан кыла бериштикти Аллах таалам насип кылган болсун иншалла. Баарыңыздардын жумаңыздар марек болсун. Жумадан жумага жеткирген Аллах таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tağ jolu урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар. Аллах таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Керемет күн, күндөрдүн эң жакшысы бул жума күн. Бүгүнкү жума күнү Аллах таалам Казакстан Республикасынын Борбор болгон Астана шаарындагы Борбордук Ак мечитте жума намазына насип кылган экен. Жумадан жумага жеткирген Аллах таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл жакшылары, караңыздарчы, не деген керемет мечит, не деген керемет Аллах тааланын үйү, караңыздарчы, машалла, машалла. Ары бир өлкөдө ушундай мечит болсун. Бул сыртынан анча билинбейт экен, ичине кирип жума окуп чыктык. Эми ичи тим эле чоң, өтө чоң туугандар. Но айланадан эмнеде адам батпай калса керек деп ойлодум элем, бирок ходдор өтө көп экен. Мынтип автоунаалар менен мечиттен чыккандан кийин тарап кетишет экен. Эч кандай тыгын, пробка, ушундай жагдайлар деле жаратпайт экен. Кыскасы, шунчалык керемет шартты түзүп коюптур да. Бул да болсо Аллах тааланын мерими, неаматы, Аллах таала кадырзат ушундай. Кандай ниет менен жакшылык баштаган болсоң, Аллах таала жолуң ачып коет да. Ушул мечитке себепкер болгондордон Алла разы болсун. Мен мечитке шунчалык көз жоосун алган бул мечитке таң калдым. Ичи укмуш экен туугандар, ичи укмуш. Аябай чоң бир багандай курбан айттарда, айт намаздарда гана жогорку эшиктерин ачат окшойт. Негизинен подвалынан кирип чыгат экен. Парковкалар подвалында бар экен. Бир гана мечит эмес, бул жерде муфтият, медресе дагы бар окшойт. Точно так билбейт экен, бирок укмуш, керемет достор, мекендештер. Ушундай сон.